Армысыздар, Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының оқырмандары. Брайлист үйірмесі бойынша 2021 жылдың ең алғашқы оқушысының ең алғашқы сабағын ұсынамыз. Бүгін бізде таныстыру сабағы. Мынау бізде Braille механикалық машинасы. Ал мынау Braille прибор. Мынау Braille арнайы қағаздар бізде. Кішкене кәдімгі қағазға қарағанда бұл кішкене қалыңдау болып келеді. Ал мынау бізде грифель аты. Қазір бүгінгі сабақта біз үш әріп үйренген болатынбыз. Бірінші әріп ол А әрпіне қандай әріптер сандар жатады? Нүктелер. Ә, 3, 4, 5. Б, 1, 2. Бүгін осы үш әріпті біз машинкаға салып жазуды үйренетін боламыз. Бірінші машинканың құрылымымен танысып өтейік. Мынау бізде тартпа, бұған қағазды салу үшін ашамыз былай, сосын жабамыз. Мынау тұтқасы ұстайтын, мынау алдыға қарай жылжытып, жолдың басына қарай жылжытамыз мынамен. Және нүктелі бедерлі қаріптің 6 нүктелі болуына себеп, бұл жақта 6 клавиша және пробелі бар. Қазір қағазды салып үйренетін боламыз. Қолмен өзің ұстап көр. Қағаз бар. Ашамыз. Қағазды алып. Мына жерде темір бар. Оны да қолмен сезініп көр. Енді жаңағы темірді жабамыз. Енді мына бұрайтынымен бұра. Алға ма, артқа ма? Артқа қарай. Қатты ма? Жоқ, алға қарай. Болды. Мына жағы, мына темірдің мына жағымен сәйкес келу керек, тағы да бұрап жүр. Жоқ, дұрыс. Ана бірдей тұру керек қой. Сонымен бірдей тағы да бір кішкене бұрап жүр. Болды. Енді мынаны тексереміз, бас жағында тұр ма екен жолдың. Бас жағында тұр. Енді А әрпі бізде бірінші нүкте соны басып көр. Бастан мына қарай жазып жоқ, ол мына жақтан басталады жазатын. Машинкамен жазатын кезде кәдімгідей мына басталады. жазайын ба? Мынау бізде бірінші нүкте, міне қол созғанда кел. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынау пробел. Мынау астыға қарай түсіретін, мынау назад. Артқа қарай. Енді аны жазып көрші. Жоқ. Мына 3 саусақ былай тұру керек. Мынау мына жақта тұрады. Екінші саусақ, үшінші саусақ, төртінші саусақ, бесінші саусақ, алтыншы саусақ. Аны жазып шық бір қатарға. Жаза бер, өзің дыбысы шығатын жолдың аяғына келдіресің. Енді астына қарай түсіру үшін не істеу керек? 2 рет басамыз. Мынаны алдыға қарай. Енді екінші қатарға Ә әрпін жазасың. 3, 4, 5. Мынаны басасың. Жоқ, мынау саусағыңды мына жақта тұрады. Орындарын ауыстырма саусақ. Ыңғайсыз ғой мынау. Ыңғайсыз болса үйренеді соған. Жоқ, бірге бәрін бірдей басасың. Мына 3, 4, 5. Сол үшеуін бірдей басасың. Саусақты үйрету үшін ғой бұл. Пробел. Саусақтарды сен дұрыс емес тұр. Мына жақта тұрады, мына жақта. Мына бірінші, екінші, үшінші. Ыңғайсыздан мен басқан күш жетпейді. Күш керек болған кәдімгідей. Енді Б әрпі бізде 1, 2. Ой, сен өше дұрыс. сөйтпесін. Мынау мен мынау.
бүкіл әріпті соңына дейін жазып біттік. Енді қағазды алып көрші өз еркіңмен. Тұтқасын жігіт. Ашамыз. Аш. Жауып жүрмеңіз. Былай жаптым. Енді өзің жазғандарын өзің оқып көр. Бір жолға Жарыспас үшін. жазып шықтым. Бір нүктелі. Екінші жол. Оқыған кезде жаңа мен айтқандай оқып көрші менің әріпіңді. А. Сразу жауап ана екіншісі. Сөйтіп оқы. Бір жолда Әр өзің жазғаныңды оқып отырасың. екінші жолда әрпі бізде 3, 4, 5. 3, 4, 5.